достармен бірге мен өмір кезет уже мына сөзді неше рет айттым достар, уже айқайлап жібергім келіп тұр шындағаннан достар. Короче, мен бір видеолар түсіріп жатырмын достар, тауып бара түсіріп тастадым, бірақ память жетпей қалды достар, тым ұзақ болғасын. Одан кейін барып сол ойын толықтыр менде, сол үшін память жоқ менде достар, бірақ өшірдім, фотода толып тұр, фотоларды ешкім көрмейді. Короче достар, мен ұзақ видео түсіре алмаймын. Содан бері маңадан бері неше рет түсірдім достар, видео сөніп қала береді сіздерге, сондықтан өзім ол видеоны түсірмесем де сендерге айтайын достар. Мен бір оның бәрін айтқанша бірден айта салайын, челлендж достар. Челлендж дегенде мысалы аптечка ұстап бірдеңе сияқты солай болады ғой, соның новый түрін таптым. Аптечкасы емес, сондайлар болады ғой, соның короче новый сондай түсіредім мен. Мысалы пикке түссең, пиктен шықпай топ бір, қаяққа түссең әйтеуір сол жерден шықпайсың. Мысалы пикке түссең, пиктен шықпай топ бір достар, топ бір алу керек, бірақ зона кетқанда шығасың ғой енді. Короче, пиктен есігінен шықпау керек, жоғарынан да ешқайда кетпеу керек, әйтеуір пиктің ішінде жүресің. Сондай бір челлендж түсірейін деп едім достар, соны мен түсіре алмадым, бірақ өзім түсірмесем де сіздерге айтып жатырмын, сондай түсіріңіздер деп. Түсірсеңіздер болады достар. Өзім істемесем де әйтеуір сіздерге айтамын. Короче, сосын достар, менің туған күніме 30 күн қалды достар, соған бір сыйлық ретінде сіздер тек қана маған 10 подписчик или 20 подписчик жинап беріңіздер достар. Мысалы біреулеріңіз ютубесіздер менің немде, сол маған не істеп беріңіздер, пиар жасап беріңіздерші. Короче достар, енді оны видеода айтып отқанына бір түрлі екен достар. Соны достар тіркелейік бәріміз достар, солай айтқан жақсы. Короче достар, ана челленджді орындауларыңызға өтал достар. Ал пока-пока, чао.